Қазіргі уақытта хит болып жатқан осы тюльпан самсаларын менімен бірге жасап көріңіздер. Өте оңай жасалады. Ерекшелігі ешқандай қамыр жаймай-ақ, әуреленбей-ақ 5 минутта дайын болатын самсалар. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға кішкене разрыхлитель қосып жіберіп, мұздатқыштан шыққан осындай сармайды үлкен үккіштен барлығын өткізіп алатын боламыз. Өткізіп алғаннан кейін қолмен немесе перчатка киіп жұмыс істесеңіздер де болады. Крошка жасап аламыз. Крошка жасаған кейін дәл осылай қамырдың ішінен ойық жасап, үстіне бөлме температурасында тұрған айранның үстіне кішкене тұз салып, тұзды ерітіп жібереміз. Содан кейін барлығын құйып қамыр илейтін боламыз. Біркелкі қамыр болу керек біздің қамырымыз. Сіздердің тесталарыңыз баста дұрыстап бірікпеуі де мүмкін. Кейіннен сәл қолмен жұмыс істегеннен кейін әдем болып бірігеді. Столдың үстіне түсіріп те кішкене жұмыс беріп, ешқандай да демалдырып қоймай, морозилке, холодильникке салмай, бірден бөліктерге бөліп ала бересіздер. Мен бұл жерде барлығын 50 граммнан қылып бөліп, 18 штук самсаның қамыры шықты бұл жерде. Енді фаршын дайындап аламыз. Фаршын өте оңай, кәдімгі фаршпен пиязды араластырып, тұз бұрыш салып дайындап аласыздар. Ол өздеріңіздің еріктеріңізде, басқаша фарш жасасаңыздар да болады. Енді тынып тұрған осы нелерімізді, қамырларымызды жайып аламыз да, дәл осы видеода көрсетілгендей етіп кесіп, фаршын салып, видеода көрсетілгендей етіп түйіп шығамыз, қыздар. Бұдан басқа ұйғыр самсасы да басқа самсаларында рецепттер менің арнамда бар. Сондықтан арнама жазылып, міндетті түрде колокольчикті басып алыңыздар. Ал видеолар ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Комментарияға сіздерге қандай рецепттер ұнайды, сол туралы жазсаңыздар, сондай рецепт түсіруге ұмтыламын, қыздар. Енді барлығын пергамент қағаз төселген табаға салып алып, үстіне жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып жағып шығамыз. Бетіне күнжіт немесе мак себуге болады. Мен ақ және сары күнжіттерді араластырып сеуіп шықтым, қыздар. 200 градуста 20 минутта пісіріп алсаңыздар болады, қыздар. Өте дәмді песочный тестамен керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.